Кейде әжем өткен кеткенді еске алып, баяғыда болған түрлі оқиғаларды қызықтырып айтып беретін. Айтқандарының біріне шындықтай сенсем, енді бірін ертегі шығар деп ойлайтынмын. Бірақ осы жолғы әңгімесі менің санамның түкпірінде ұмыт болып жатқан бір оқиғаны қайта жаңғыртып есіме түсірді. Анамның ең үлкен әпкесі мен үйдің кенже інісі таң ата тауға сасыр керуге шыққан екен. Ол кезде үйде мал көп болған. Қысқа азық дайындаудың машақаты да аз емес. Сасырды ормайды, әр түбінен жұлып алып, ұқыптап тестелейді. Кейін бәрін престеп жинап, жұмысы біткен соң бартабой көлік жалдап ауылға жеткізетін. Менің анамның өзі де жас кезінде талай рет сасыр терген. Таудың табиғаты ертегідей көркем еді. Самал жел, сан түрлі гүлмен жұпар иісті, шөптердің иісін айналаға таратып, құстардың сыңғырлаған әуені тау ішін жаңғыртып тұратын. Осындай көркем жерде анашым сасыр тергенді ерекше жақсы көретін. Қолына кішкентай пышағын алып, шөптердің арасынан сасырды іздеп жүріп теретін. Сол кездері жайлауларда қойшылар көп болатын. Түске таман жақын маңдағы жайлауға соғып, ыстық ас ішіп, аздап тынығып алған соң, қайтадан таудың саф ауасымен серуендеп, сасыр теруді жалғастыратын. Солай болуы керек болды ма екен, әлде бәрі тағдырдың жазуы ма? Дәл сол күні анамның үлкен әпкесі мен інісі ғана сасыр теруге шыққан екен. Жол жөнекей қалың болып өскен жусайды теріп алып, оны бұлақтың салқын суына әбден жуып, айранға батырып, табанаммен бірге ас қылып жеп алады. Айналада тек бұлақтың сыңғыры мен анда-санда қалықтаған бүркіттің шаңқылы ғана естіледі. Күн еңкейіп көлеңке ұзара бастағанда, кенже інісі аяқ астынан: "Мен ауылға қайтам, бүгін дискотекаға барам" дейді. Әпкесі оның жүзіне аң-таң болып қарайды. "Не айтып тұрсың? Мына жерден ауыл өте алыс қой, мені жалғыз қалай қалдырасың?" Інісі иығын қиқан еткізіп: "Егер бара алмасан, екеуміз де қайтайық" дейді. Бұл сөз әпкесінің ашуын келтіреді. "Қалай қайтамыз? Ұрыс естеміз, әлі жұмысымыз біткен жоқ қой." Бірақ інісі райынан қайтпайды. Не айтса да көнбейді. Ақыры иығындағы мылтығын шешіп, әпкесінің қолына ұстатады. "Мә, өзінде қала тұрсын" дейді де, артына бірақ қарап, ауыл жаққа тартып кетеді. Күн болса, таудың ар жағына баяу сырғып барады. Қызғылт сәуле біртіндеп бозғыл тартып, айналаны кешкі салқын билей бастайды. Ауыл тым алыста қалып қойған. Әпкесі ұзап бара жатқан інісінің соңынан үнсіз қарап тұрады. Бір сәт өкпесі қысқандай болды, бірақ намысы жібермеді. "Кетсең кете бер" деді де, мылтықты қолына қыса ұстап, жалғыз өзі таудың ішіне қарай қайта бет алды. Күннің соңғы шапағы да таудың ар жағына сіңіп жоғалды. Қараңғылық айналаны баяу жұтып бара жатты. Анамның үлкен әпкесі болса, иығына мылтықты асынып, жалғыз өзі соқпақ жолмен үнсіз жүріп келеді. Артынан қайтып келер деген үмітпен бірнеше рет артына бұрылып қарады. Бірақ інісінің қарасы әлде қашан көзден ғайып болған еді. "Қазір қайтып келер, аздан соң жетер" деп өзін жұбатты. Бірақ уақыт өткен сайын тау іші тіпті меңіреу тыныштыққа бөленді. Әбден қараңғылық қоюланған кезде ол үлкен жартастың түбіне келіп тоқтады. Жартастың алдында дастарқандай жалпақ сұр тас жатыр екен. Ары қарай жүруге де батылы жетпеді. Кейін қайтуға да жүрегі дауаламады. "Осы жерде там атқанша отыра тұрайын" деп шешті. Мылтырын құшағына қысып ұстап, арқасын жартасқа сүйеді. Сол түні ай ерекше жарық еді. Ай сәулесі тау беткейлерін күмістей жарқыратып, жартастардың көлеңкесін ұзыннан ұзақ созып тұрды. Бірақ ай жарығы қорқынышты азайтқан жоқ. Керісінше, әр дыбыс бұрынғысынан да үрейлі естілді. Бірде тастың домалағанындай дыбыс шығады. Бірде алыстан белгісіз құстың дауысы естіледі. Бірде самал жел қураған шөпті сыбдырлатып өтеді. Түнде таудың әрбір үні адамға өзгеше естілетіндей. Жүрегі атша тулап, жан-жағына қайта-қайта жалтақтай береді. Ал дәл сол сәтте ауылдағы жазғы дискотека қызып жатқан еді. Ашық аспан астындағы алаңда музыка жаңғырып, жастар би билеп жүрген. Солардың арасында кенже інісі де ештеңені ойламай көңіл көтеріп жүрген болатын. Ал әпкесі болса, қап-қара түннің ішінде тауда жалғыз отыр. Шашаған сондай, бір кезде көзі ілініп кетіпті. Қанша уақыт өткенін өзі де білмейді. Кенет селк етіп оянып кетті. Жүрегі тарс-тұрс соғып барады. Көзін ашып қараса, дәл алдындағы жалпақ тасқа айдың аппақ сәулесі төгіліп тұр екен. Сол жарықтың үстімен бір ұзын бойлы,
қап-қара бейне үнсіз сырғып өтіп бара жатқандай көрінді. Басында кең жиекті үлкен қара қалпағы бар, беті мүлде көрінбейді, тек қара көлеңке ғана. Қолындағы оқтаулы мылтықпен қорыққанынан аспанға қарай атып жіберді. Мылтық үні тау ішін жаңғыртып жіберді. Көздерін тарс жұмып алды. «Қозғалма, қозғалма!» деп іштей қайталай берді. Қанша отырғанын өзі де білмейді. Ал сол уақытта ауылдағы дискотекада аяқталған еді. Үйіне келген кенже ұлын көрген әжем бірден: «Әпкең қайда?» деп сұрайды. Інісі жалғыз келгенін айтқанда, әжем қатты ашуланады. «Жалғыз қызды түн ішінде тауда қалай тастап кеттің? Бар, қазір алып кел!» деп ұрсып, қайтадан тауға жібереді. Түн ішінде қайта көтерілген інісі әпкесін сол баяғы жалпақ тастың жанынан тауып алады. Қорыққаннан көз шырымын алған әпкесі сол жерде қалғып кеткен екен. Ол ештеңе деместен орнынан тұрады. Екеуі қайтадан сасыр жиналған жерге барып қонады. Таң ата жұмысты аяқтап, жиналған сасырды дайындап, ауылға аман-есен қайтып келеді. Әжем осы оқиғаны айтып болғанда, денемнен бір суық леп жүріп өткендей болды. Себебі дәл сондай бейне менің де есімде бар еді. Бірақ мен оны осы уақытқа дейін жай ғана бала кездегі түсім шығар деп ойлап келгенмін. Сол сәтте санамның түкпірінде көмескіленіп қалған бір естелік қайта тірілгендей болды. Бұл оқиға мен әлі мектепке де бармаған, титтей ғана сәби кезінде болған. Анам екеуміз Жамбылдан әжемнің үйіне қыдырып барғанбыз. Жазғы демалыс кезінде бүкіл немерелер әжемнің үйіне жиналатын. Кеш түсе бәрімізге бір бөлменің ішіне қаз-қатар төсек салынатын. Кішкентай болғандықтан мені үнемі дәл ортасына жатқызатын. Түннің бір уағында үйдің іші мүлгіген тыныштыққа бөленді. Тек қабырғадағы сағаттың тықылы ғана анда-санда естілетіндей. Әжемнің үйінің терезесінде екі түрлі перде болатын. Бірі еденге дейін түсетін үлкен перде, екіншісі терезенің жартысын ғана жабатын кішкентай перде. Сол түні әлдекім үлкен пердені жаппай кеткен екен. Сондықтан терезенің жоғарғы жағынан қара көк аспан анық көрініп тұрды. Жұлдыздар самсаған түн. Сыртта меңіреу тыныштық. Бір кезде өзінде түсінбеймін. Көзім өзінен өзі тарс ашылып кетті. Ешкім оятқан жоқ. Ешқандай дыбыста естілген жоқ. Бірақ бір белгісіз күш мені оятып жібергендей болды. Мен қозғалған жоқпын. Тек көзімді сығырайтып, терезе жаққа қарап жаттым. Терезеден қара аспан мен сансыз жұлдыздар ғана көрінеді. Дәл сол кезде көзімнің қиығы есік жаққа түсіп кетті. Алғашында ештеңе байқамадым, бірақ келесі сәтте жүрегім тоқтап қала жаздады. Есік жабық тұр. Соған қарамастан бөлменің ішіне біреу кіріп келе жатқандай көрінді. Ұзын бойлы, тұла бойы қап-қара. Бетін ажырату мүмкін емес. Ал басында жиегі өте кең, дәу қара қалпағы бар. Ол ешқандай дыбыс шығармай қозғалады. Аяғының басқанда естілмейді. Баяу ғана сырғып келе жатқандай. Мен қорыққанымнан тіпті дем алуға да қорықтым. Айқайлағым келді, бірақ дауысым шықпады. Пеймылдағым келді, бірақ денем тас болып қатып қалғандай еді. Әлгі қара бейне дастарқан тұрған жаққа тоқтады. Сол жерде тұрған кеселердің бірін баяу көтерді. Қолының қимылы тым баяу, тым салмақты. Кесені бетіне қарай апарды, бірақ оның жүзі көрінбейді. Қараңғоқтың өзі секілді қап-қара. Бірнеше секунд үнсіз тұрды. Сосын кесені дәл орнына қайта қойды. Келесі сәтте көз алдында тұрған әлгі қара бейне бір сәтте ауаға сіңіп кеткендей жоқ болып кетті. Есік ашылған жоқ. Ешқандай дыбыс шықпады. Тек жоқ болды. Сол сәтте бойымды бұрын соңды сезінбеген үрей биледі. Қорыққанымнан көзімді тарс жұмып алдым. Көрпені бар күшіммен қысып ұстап жаттым. Қанша жатқанымды білмеймін. Сол күйі ұйықтап кетіппін. Жылдар бойы осы көргенімді ешкімге айтпадым. Өйткені өзінде оған сенбедім. Бала кездегі түсім шығар, пиалым шығар деп жүре бердім. Содан бері бір сұрақ мені мазалай береді. Қалай ойлайсыздар, сол ұзын бойлы, қара шляпасы бар бейне ауылды кезіп жүретін әлде бір тылсым мақұлық па? Әлде тәтем мен ағабам таудан қайтқанда соларға ілесіп үйге дейін келіп қалып қойған ба? Жауабын мен де білмеймін, бірақ осы оқиғаны еске алған сайын сол қара бейненің үнсіз ғана қараңғылыққа сіңіп жоғалған сәті әлі күнге дейін көз алдымнан кетпейді.